Мен Шугурова Күнсұлу Оңғалиевна. Баршаңызды бүгінгі 6 класстың қазақ тіл сабағына шақырамын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Жаңа сабақтың тақырыбы әлемдегі таңғажайып кітапханалар. Осыған сай сабақтың оқу мақсаты әлеуметтік мәдени тақырыпқа байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені талдау, мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру, үстеудің мағыналық түрлерін ажыратып түрлендіріп қолдану. Сабағымыздың эпиграфы ретінде заңғар жазушымыз Әбіш Кекілбаевтың «Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана» деген сөзін алуды жөн көрдім. Осыған дейін балалар, біздер кітапхана туралы түсінікті алып бастадық. Соған сай қайсыбір жұмыстарды да жасап үлгердік. Енді осыған орай ширату сұрақтары ретінде сіздерге мына сызбаны ұсынып қарайын. Алдарыңызда берілген деректерді Конгресс кітапханасы, Британдық кітапхана, Ресей ғылым академиясының кітапханасымен сәйкестендіріп қараңыздар. Сонымен Конгресс кітапханасына сәйкес 4,8 миллион карта, 61 миллион қолжазба, Британдық кітапханаға сәйкес 25 миллион сирек қолжазба, 150 миллионнан астам ақпарат, Ресей ғылым академиясының кітапханасына сәйкес екінші Екатерина, көп тілді және әмбебап кітапхана деген ұғымдар. Әрине, бұл ұғымның барлығын сіздер өткен сабақтар бойынша білесіздер деген сенімдемін. Және тапсырманы дұрыс сәйкестендірдіңіздер деп сенемін. Үй жұмысына орай ширату тапсырмаларын жақсы орындағандарыңызға сенім білдіре отырып, жаңа тақырыптың тыңдалым тапсырмаларына назар аударайық. Әлемдегі таңғажайып кітапханалар. Әдеттегідей тыңдалым мәтінін мұқият тыңдаймыз. Себебі келесі жұмыстарымыздың барлығы дерлік осы тапсырмамен байланысты. Қытайдың ұлттық кітапханасын Син әулетінің соңғы императоры Пу И 1909 жылы қыркүйекте құрды. Бүгінде оның көлемі 250 мың шаршы метрді алып жатыр. Ол Вашингтондағы Конгресс кітапханасы мен Мәскеудегі Ресей мемлекеттік кітапханасынан кейін әлемде 3-ші орын алады. Ал кітапхана кітап қоры жөнінен әлемде 5-ші орынға шығып отыр. 2008 жылы оның қорында 26 миллион тоннан астам кітап болды. Қытай ұлттық кітапханасының жаңа ғимаратында оқырмандар залы, ғылыми зерттеу жұмыстарына арналған залдар, конференц залдар орналасқан. Кітапханаға келушілер үшін дәмхана, музыкалық зал, кинотеатр және кітап дүкені қарастырылған. Енді құрметті оқушылар, тыңдалым материалы бойынша сабақтың оқу мақсатына орай тапсырмалар топтамасын ұсынайын. Бірінші тапсырма оқулықтағы 183 бетте шарты бойынша орындайсыздар. Енді соған сай дескриптор мәтінді мұқият тыңдайды. Тыңдадыңыздар жаңа. Негізгі ойды анықтайды. Сұрақтарға жауап береді. Келесі тапсырманың топтамасы 4-ші тапсырма осы 183 беттегі. Мұндағы дескриптор мәтінді түсініп оқиды, оқылым тапсырмасы. Негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды.
сұрақтар құрастырады оқылған мәтін бойынша. Ал енді оқушылар екі тапсырманы өте сәтті орындап шықтыңыздар. Бізде әдеттегідей тілдік бағдарда үстеудің мағыналық түрлері. Олай болатын болса, өткен тақырыпты тағы бір еске түсіре отырып, жаңа үстеудің мағыналық түріне тоқталып өтейік. Мекен үстеуі, мезгіл үстеуі, күшейткіш үстеуі, мөлшер үстеуі, сын қимыл үстеуі, себеп салдар үстеуі, мақсат үстеуі және бүгінгі тоқталатынымыз топтау үстеуі. Балалар, енді топтау үстеуі дегеніміз не екен? Жалпы үстеу дегеніміздің өзі қимылдың, іс-әрекеттің мағыналық түрлеріне қарай мекенін, мезгілін, мөлшерін білдіреді дейтін едік. Тағысын тағы мағыналық белгілерін. Енді соның ішінде топтау үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің бірігу арқылы істелетінін білдіретін үстеудің түрі. Бұл үстеу қаншадан, нешеден, нешеуден, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, екеулеп, үшеулеп, ондап, бір-бірлеп, аздаған, көптеген, топ-тобымен, рет-ретімен, тең-теңімен, алды-алдына, бас-басына, тағы басқалар. Байқап қарасаңыздар, топтау үстеуі сан есіміне де ұқсайды. Соңғы уақытта топтау үстеуі деген жаңа мағына қосылып жүр үстеудің мағыналық түрлеріне. Енді осы тілдік бағдарға орай 7-ші тапсырмаға 184-ші бетте назар аударып қарайық. Кітапханадағы бір күн тақырыбында берілген тақырып бойынша төмендегі дескрипторларды ескеріп, диалог немесе монолог құрастыруымыз керек. Сіздер білесіздер, диалог дегеніміз екі адамның сөйлесуі, ал монолог дегеніміз бір адамның шығармалардағы ұзақ сөзі немесе ішкі ойы. Берілген тақырып бойынша дескриптор, берілген тақырып бойынша диалог, монолог құрастырады. Тілдік бағдар бойынша үстеудің мағыналық түрлерін қолданады. Осы диалог пен монологінде сұрақ, жауаптарды қысқа, тұжырымды, түсінікті ойластырады. Сонымен балалар, біздер бүгінгі оқу мақсатына сай тапсырмалардың баршасын жақсы орындап шықтық. Енді сабақтың соңында бүгінгі жаңа алған білімдеріңізді бекіту мақсатында мынандай сұрақтарға ойланып көрейік. Әлемдегі таңғажайып кітапханалар қандай әсер қалдырды? Еуропадағы кітапханалардың басты ерекшелігі неде деп ойлайсың? Үстеудің мағыналық түрлері туралы не білесің? Сабақ эпиграфындағы автор пікірі туралы ойыңмен бөліс. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейді заңғар жазушымыз. Бұл пікір туралы өзің қандай ойдасың? Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.